Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Сәуле Әлиева. Бүгін сіздермен өте дәмді баялдыдан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Құрамына қажетті заттар: баялды, сарымсақ, салат жапырағы, қызанақ, қияр және жұмыртқа, тұз, майонез, панировочный сухари және де ұн қажет. Ең алдымен баялдының басын кесіп алып тастаймыз және осылай ұзынына қатты жұқада, қатты қалыңда етпей кесетін боламыз. Балайының қатты үлкенін, ұзынын алып жүрмеңіздер. Жұмыртқамызға тұзды қосып араластырамыз. Баялдыны ең алдымен ұнға, одан кейін жұмыртқаға, панировочный сухариге осылай видеодағыдай етіп аунатып батырып алатын боламыз. Панировочный сухаридің бұдан да әдемі қызылдау түстері болады. Егер мүмкіндік болса, соны пайдаланғаныңыз дұрыс. Майы құйылып осылай қызып тұрған табамызға баялдыларды орналастырамыз. Екі жағын қызартып пісіретін боламыз. Біздің баялдыларымыз дайын болды. Осылай ыдысымыздың астына салфетканы төсеп, барлығын орналастыратын боламыз. Салфетка майын өзіне сіңіріп алады. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен осылай қызанақты және қиярды ұзынына соломка етіп турадым. Соусымызға мен майонезге чеснокты езіп қостым. Енді осыны баялдыға жағамыз. Қатты көп жағып қажет емес. Енді салат жапырақтарын оның үстіне қызанақ пен қиярды орналастырып, тығыздап орайтын боламыз. Егер ораған кезде де баялдымыз ашылып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда дүкендерде осындай закускаларға арналған палочкалар болады, соны қыстырсаңыз болады. Менде ондай болған жоқ, сол себепті осылай зубочистканы орнал. Неке достар, менің роликтерім дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Себебі өте дәмді және кез келген дастарханға көрік сыйлайтыны сөзсіз. Сіздермен бірге болған мен Сәуле Әлиева. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Бұл мен үшін өте маңызды.